Биыл Қазақстан тәуелсіздігінің 21 жылдығын атап өтуде. Осы уақыт аралығында біздің мемлекет көптеген өзгерістерге ұшырап, әлем сахнасында қарқынды дамып жатқан өркениетті дербес ел ретінде танылды. Атаулы күн қарсаңында Самұрық Қазына басшылығы компаниялар тобының ұжымдарын жинап, қызметкерлерін мерекемен құттықтады. Тәуелсіздік күні өзім үшін де ерекше мереке. Жалпы туған елім деп жүрегі соққан әр қазақстандық үшін бұл күн ерекше мәнге ие деп санаймын. Қанша дегенмен ата-бабаларымыз ғасырлар бойы армандап өткен азаттықтың мәртебесін көру қазір ұрпаққа бұйырған зор бақыт. Осы тәуелсіздік арқасында рухы биік, намысы берік халқымыз ұлттық қасиеттерін, ұлттық құндылықтарын ұлықтауға, әлемге өзін дербес мемлекет ретінде танытуға мүмкіндік алды. Көк байрақ желбіреген, абыройлы айбынды, беделді берекелі, ынтымағы мен бірлігі жарасқан еліміздің тәуелсіздігі баянды болсын дегім келеді. Сіздерді шын жүректен осы аяулы мерекемен құттықтаймын. Қор жетекшісі атап өткенде, бүгінде ел егемендігі әр қазақстандық еңбегінің жемісі. Самұрық Қазына мен оған қарасты компанияларда Қазақстанның бәсекеге қабілеттілігін арттыруға айтарлықтай үлес қосып келеді. Осының бір айғағы ретінде бір топ жұмыскерлердің мемлекеттік наградаларға ие болуы. Әрбір ұжымның ең болмағанда бір адамының еңбегін осындай марапатпен бағалау үшін ұжымның жалпы жұмысы үлесі ел экономикасына қосқан өте үлкен болу керек. Сондықтан мен ойлаймын, бүгін қаншама адамдар міне осындай жоғарғы наградалар алып жатыр. Сол біздің қордың, біздің Самұрық Қазына компаниялар тобының үлкен ерекше еңбегі. Жоғары марапаттар тек басшылық қызметте жүргендерге емес, нағыз еңбекшіл адамдарға табыс етілді. Мен өзім осы электрик саласында 40 жылдан астам еңбек етемін. Подстанция Жамбыл 500 дегенде. Сол жылдары, еңбек еткен жылдары осындай үлкен дәрежеге жетемін деп, осындай елдің алдында сөз сөйлеп, марапаттанамын деп еш ойлаған емеспін. Осының бәрі біздің Кигок ұжымының арқасы. Сол Кигок ұжымының ішіндегі 4,5 мыңнан астам еңбекші ерен кісілердің арқасы деп білемін. Мына марапат, мына берілген орден сол кісілердің ордені деп білемін. Осылайша еліміздің түкпір-түкпірінде тер төккен өндірістік сала өкілдері бүгінде құрметке бөленуде. Бұл да Самұрық Қазына тарапынан әлеуметтік еңбек қатынастары саласында жүргізіліп жатқан саясаттың дұрыстығын көрсетеді. Баршаға ортақ салтанатты жиын мерекелік концертпен жалғасты.